Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Файзуллина Назгуль, мен Siberian Wellness компаниясының Ruby бизнес лидерімін. Бұл атаққа 10 ай ішінде жеткен адамдардың бірімін. Қазір сіздермен менің өзімнің ең басты әдісіммен бөлісетін боламын. Бұл әдіс қандай дейсіздер ғой? Ол жеке бренд. Жеке брендті дамыту неше түрлі пайда әкеледі. Ол сіздің танымал болуыңызға, кеңінен танылуға және қамтуды арттырады. Өз өңіріңізден шығып, бүкіл әлем бойынша рекрутинг жүргізуге және бизнесіңізге көбірек адамдар тартуға мүмкіндік береді. Уақыт шеңберінен шығып, қысқа мерзімде көп аудиторияға жетіп, және команда құруға көмек жасайды. Сіз бен сіздің бет әлпетіңіз көрінсе, онда сізге деген басқа аудиторияның сенімі артады, және сіздің өніміңізге деген сенімі нығаяды. Жеке бренд бұл сіздің репутацияңыз, жеке қасиеттеріңіз, харизмаңыз. Бұл адамдар сіз туралы не ойлайды, немесе не айтайды. Инстаграм өз брендіңізді дамыту үшін идеалды әлеуметтік желі. Менің таңдауым ол Инстаграм. Сіз бірнеше форматта өзіңізді таныстыруға мүмкіндік ала аласыз. Ол сурет, мәтін, видео, сторис және де тікелей эфир. Инстаграмда визуалды мазмұнға көп көңіл бөлінеді. Ол арқылы оқырмандарға жеткізу оңайырақ әрі әсерлі. Бұл әлеуметтік желіде аудиториямен кері байланыс алу үшін барлық құралдар бар. Менің командамдағы 90% кеңесшілер бұл менің жеке брендімнің нәтижесі. Жеке брендімді мен қалай жүргіземін, қалай аудиторияны алып келемін. Қазір сіздермен сол туралы бөлісетін боламын. Ең бірінші, менің парақшама көңіл бөлсеңіздер, бұл жерде ең басты жоғарыда тұрған Файзуллина SV деп тұр, бұл Инстаграм логині. Бұл жерде сіздің атыңыз немесе сіздің тегіңіз тұру қажет. Ешқандай да гүлдің аты, қаланың атауы болмау қажет. Немесе кейбір қыздарда хоббидің атауы тұрады. Егер де сіздер адамдардың сізге деген сенімі артсын десеңіздер, онда өзіңіздің тегіңізді немесе атыңызды жазыңыздар. Сонымен қатар астындағы аватарка дейміз ғой, сіздің бет әлпетіңіз, бет әлпетіңіз өте айқын, күлімсіреген жүзді фотоңыз болу қажет. Егер де бұл жерге сіз гүл қойып қойсаңыз, көбісі қоятындай, немесе балаларыңызды қойып қойсаңыз, өзіңіздің жолдасыңызбен түскен фотоңыз қойса, ол жеке бренд болмайды. Ол отбасылық брендке айналып кетеді. Сонымен қатар профиль ауданы, астында тұрған профиль ауданы, аватарканың астындағы. Бұл жерде сіздің тегіңіз, атыңыз, немесе сіздің компанияңыз туралы негізгі сөз. Одан кейін сіз және Siberian Wellness компаниясы туралы ақпарат, аудиторияны қызықтыратын нәрсе. Бұл жерде қараңыздар, менің жазып қойғаным. Получаю миллионы лежа на диване. Табысты болуға үйретемін деп жазып тұр. Қыздар, неге? Өйткені мен басқа, мысалы, өзімнен басқа аудитория кірсе менің парақшама, көзбе-көз оқыған кезде, мысалы, ол адамды қызықтыратындай мен басқа адамдардан, басқа лидерлерден ерекшеленетін өзімнің бір сөзім болу керек. Бұл жерде получаю миллионы лежа на диване деген, соладан өзімді кішкене басқаша көрсетуге, ерекшелендіруге тырысқан менің сөйлемім. Сіздерде көбінесе қыздардың қателіктерінің бірі, ол үйдегі декреттегі анамын деп жазып қояды. Мысалы, әрбір қыз солай бастайды өздерінің парақшаларын. Бірақ бұл дұрыс емес. Сіздер сол, мысалы, бізде Инстаграм желісінде қаншама лидерлер өздерінің парақшасын жүргізеді ғой, соның бәрінде декретте отырған анамын болса, онда сіз қалай ерекшеленесіз, ерекшеленбей қаласыз. Сол үшін де сіздер ол басқа адамдардан ерекшеленуге тырысыңыздар, басқаша сөйлемдер, басқаша қызықтыратын сөздер жазуға тырысыңыздар, Әрине, бұл жерде сонымен қатар байланысқа сұраныс болу керек, сілтеме бойынша жаз, немесе менімен байланыс, толығырақ мында деген сияқты сөздер қолдану керек. Және де астында міндетті түрде сіздің WhatsApp-қа ссылкаңыз тұру қажет. Ол таплинк болсын, ол клик бар болсын, өзінің кез келген WhatsApp-қа ссылкаңыз қою керек. Өйткені қазіргі кезде аудиториядағы көп адамдар WhatsApp-қа ссылка болмаса қарамайды, кірмейді, жазбайды. Оларға басқа лидерді тауып, соның WhatsApp сілтемесі болса, сол бойынша өтіп, жазуы әлде қайда оңай көреді. Сол үшін сіздің парақшаңыздан шығып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде WhatsApp-қа ссылка қоямыз. Одан кейін астыңғы біздің бөлігіміз ол актуалды аймақ, актуальны деп айтамыз. Бұл дөңгелекшелер осы. Бұл жерде сақталған оқиғалар,
сіз туралы әсер қалдыратын қандай да бір істер, сториске салған бүкіл ақпаратыңызды осы жерге актуалды аймаққа сақтап қойылғаныңызға әбден мүмкін. Өйткені сізді танымайтын, сізді көрмеген ешқашан, білмейтін сіздің бір консультантыңыз кіретін болса, болашақ, онда сіздің актуалды аймақтан сіздің іс-шараларға барғаныңыз, немесе сіздің қандай да бір жетістіктеріңіз, немесе өнім туралы қандай да бір ақпарат кеңесті көріп, сізге қызығушылық танытуы мүмкін. Ары қарай кеттік. Бұл жерде посттар жайлы ақпарат. Сіздің ең бірінші адамдардың кіргендегі Instagram парақшаңызға көрінетін аумақ, ол осы 9 посттың аумағы. Бұл 9 жарияланымның ішінде пост болуы мүмкін, рилста болуы мүмкін, неше түрлі видеоларда болуы мүмкін, сақталған тікелей эфирда болуы мүмкін. Ең бастысы осы 9 жарияланым кірген аудиторияны сақтап қалатындай қызықты болу қажет. Міндетті түрде бұл жерде сіз кімсіз, және де не үшін бұл іспен айналысып жатырсыз? Сіздің хоббиіңіз қандай, аккаунтыңыз не жайлы, аудиторияңыз қандай мағлұмат, пайдалы мағлұмат бере алады? Сол туралы сіздерде посттармен жарияланымда болу қажет. Пайдалы пост болатын болса, денсаулық нәтижелері, және де неше түрлі сіздің аудиторияңызға деген кеңестер сақталуы мүмкін. Немесе бизнес жайлы сіздің жетістіктеріңіз, сіздің алып жатқан премияларыңыз, табысыңыз, немесе команда нәтижелері, сонымен қатар командамен байланысты контент қоюға болады. Ең бастысы осы 9 жарияланымды көрген кезде сіздің жаңағы аудиторияңыз сізге қызығушылық таныту қажет. Егер де қызықты мәлімет болмаса, қызығушылық танытпай адамдар жай ғана сіздің парақшаңыздан шығып кетуі мүмкін. Ары қарай кеттік. Бұл жерде посттарды біз қалай жазамыз? Не жазамыз, Міндетті түрде сізбен жұмыс істеген кезде аудиторияңыз қандай нәтиже ала алады? Сол туралы ақпарат жазамыз. Денсаулық мәселесін шешу, өніммен түсірілген видео немесе фото. Қараңыздар, міне, видеоны мен былай түсіремін. Қолыма көрсетіп, осы өнім туралы ақпаратты айтамын. Өзім қандай да бір нәтиже алған болсам, осы нәтижені алғаным туралы айтып беремін. Мамандандырылған видеолар, командалық кездесулер мен іс-шаралардағы туралы есеп беру, өз табысқа жету тарихымызды баяндау, жаңадан бастаушылардың жиі жіберетін қателіктері және күнделікті өмірдегі фото мен видеолар. Бұл жерде күнделікті өмірдегі фото мен видеолар деген, мысалы, сіздердің қандай да бір ас дайындап жатқан шығарсыздар, немесе өздеріңіз бір жақсы бір дайындайтын өзіңіздің бір хоббиіңіз бар шығар, сонымен бөліссеңіздер болады. Бірақ та бұл жерде, мысалы, балалар жайлы немесе жолдасыңыз жайлы өте көп ақпарат салуға болмайды. Өйткені бұл сіздің жеке брендіңіз, яғни ол сізсіз. Стористер сонымен қатар жаңағы посттармен, рилстармен қатар өте үлкен аудиторияны қамтитын аудан. Бұл жерге өте қатты көңіл бөлуге мен кеңес беремін. Сіздің өнімдеріңіз бен бизнесіңіз туралы күнделікті, мысалы, 4-5 сторис сіздер түсіресіздер ма? Түсірмесеңіздер, қазіргі уақыт тура сол стористерді түсіріп бастауға өте ыңғайлы уақыт. Сіз өзіңіздің көрсетіп түсірген стористар, өзіңізді, мысалы, осындай кейіпте, түріңіз, бет әлпетіңіз көрінетін кейіпте түсірсеңіздер, сіздерде аудиторияны қызықтыруға жаңағы мүмкіндігіңіз артады. Сториске жазамыз ба? Мысалы, статистика бойынша 60% адамдар стористерді дыбыссыз қарайды. Өйткені көбінесе декретте отырған аналар, балаларын тамақтандырып жатып, дыбыссыз режимге қойып қойса, мысалы, стористеңіз ешқандай да жаңағы субтитр қоймасаңыз, сөз қоймасаңыз, онда адамдар сол ақпаратты көрмей, естімей қалуы мүмкін. Бұл жерде CapCut қолданбасын қолдансаңыздар болады. Және де оқырмандармен өзара әрекеттесуге болады. Қызықтыру үшін, мысалы, сауалнамалар қойса болады, сұрақтар, кеңестер, тесттер, немесе басқа да интерактивті әдістерді қолдануға болады. Және де стористің ең басты маған ұнайтын ерекшелігі, бұл жерде эмоцияны жеткізуге болады. Мысалы, күнделікті өмірде қандай эмоция, қандай әсер алдыңыз, мысалы, мүмкін сіз продукцияны, жаңа өнімді ішіп, немесе өзіңіз қолданып, немесе балаңызға беріп, балаңыз қолданғаннан қандай да бір керемет нәтиже алсаңыз, соны стористі айтып, адамдарды қызықтырсаңыздар болады. Сонымен қатар, жеке брендті дамыту кезіндегі қандай қателіктер болады? Ең бірінші, ол парақшаны отбасылық контентке айналдыру.
көбісінің жіберетін бұл қателігі, мен мысалы тексерген кезде көп командамдағы қыздар өздерінің балаларымен немесе тойдағы немесе жолдасымен түскен фотоларын мен видеоларын салады. Ол сіздің жеке брендіңіз емес, ол сіздің отбасылық брендке айналып кетуі. Жеке бренд деген ол сізсіз, сіз туралы ақпарат, сіздің өміріңіз, сіздің жұмысыңыз, сіздің бизнесіңіз. Сол үшін сіз жеке брендті дамытқан кезде тек өзіңіз туралы ақпаратты көбірек салуға тырысыңыздар. Сапасыз фото мен видео жариялау. Көп қыздардан көретін, сонымен қатар сапасыз, мутный дейміз, фото мен видео салып қояды. Немесе дауысы аз, дауысын өте төмен жазған, немесе видеоны түсірген кезде камерасы дұрыс емес тұрған, дірілдеп тұрған, сондай кездер болады. Сол үшін ондай фото мен видеоларды жариялауға болмайды. Посттар астында жазбалар жазбау. Мысалы, сіз рилс түсірсеңіз де, пост жазсаңыз да, міндетті түрде, астына міндетті түрде адамдар қызықтыратындай пост жазу керек. Бұл постты оқыған кезде адам менің бизнесіма, немесе менің өзіме қызыға ма, менің жасап жатқан ісім адамдарға қандай да бір қызығушылық арттыра ма деген сұрақпен жазу керек. Кез келген мынау пост осы екен деп жаза салуға болмайды. Видео контенттерге субтитрлер салмау. Мысалы, видеоңызда айттым ғой, дыбыссыз түрінде көп аналар көреді деп. Сол кезде субтитр мысалы жазып қойсаңыз, адам дауысын өшіріп қойса да субтитр арқылы не туралы екенін көріп қарап отырады. Әртүрлі тірі емес суреттер жариялау. Мен мүлдем адамдарға жай ғана суреттер, жай ғана өнімнің фотоларын салуға кеңес бермеймін. Өйткені ол адамдарды тартпайды, керісінше адамдарды қаштырады. Егер де сіз адамдарды өнім арқылы қызықтырам дегілеріңіз келсе, онда өзіңіз өніммен осылай отырып видео түсіріңіздер. Осылай видео түсіріп, осы өнім туралы айтып беріңіздер. Немесе өніммен түскен осындай фотоңызды қойып қойсаңыз болады. Бірақ ешқашан тек қана осы өнімнің ғана фотосын салып, немесе каталогтан түсірілген суреттерін салуға болмайды. Ол сіздің жеке брендіңізге қайшы келеді. Сонымен қатар мақсатты аудиторияның мұң-мұқтажына жұмыс жасамау. Аудиторияда әртүрлі мұқтаж болуы мүмкін. Ол финансылық тұрғыда мұқтаж, немесе денсаулығына байланысты, денсаулығы сыр беріп жатса, қандай да бір өнімге мұқтаж болуы мүмкін. Сол мұң-мұқтаждыққа байланысты сіздер егер де контент қойсаңыздар, онда сіздің пайдалылығыңыз басқа адамдардың алдында сеніміңіз артады. Ұялу және өзін жариялаудан қорқу. Ондай да бізде мәселе бар. Мен сіздерге айтатын мынандай кеңесім бар, Менде өзімнің жеке брендімді бастаған кезде менде өте қатты ұялатынмын, өйткені мен камераға түсіп көрген адам болмаған бұған дейін. Сол кезде ұялған кезде мен бір күні өзіме мынандай шешім қабылдадым. Мен немесе осылай ұялып, ештеңені түсірмей, адамдарға көрсетпей, контент жүргізбей, жеке брендті жүргізбей отыра беремін. Немесе мен осы ұялым шағымды алып тастап, өзімді түсіріп үйренемін. Өзімнің осындай бет әлпетімді көрсетіп үйренемін. Және де өзімнің нәтижелерім туралы камераға айтып үйренемін. Осы алып жатқан өнім мен нәтижелер туралы айтып үйренемін. Және де мен финансылық тұрғыда өте үлкен жетістіктерге жетемін. Қай жағын мен таңдаймын деп өзіме солай бір ойды салдым басыма. Әрине, мен екінші жағдайды таңдадым. Солай мен өзіме не керек қазіргі өмірде, қандай жетістікке жеткім келеді, қандай жолмен жетістікке жеткім келеді деген сұрақ қойған кезде шешімі табылды. Сол үшін ұялу дегеннен өте осындай аз мерзімде арылуға болады. Ең бастысы сіз не үшін жасап жатқаныңызды түсінуіңіз қажет. Және жарияланымдардың тұрақсыздығы. Көп адамдардың қателігі, мысалы, қазір пост жазады, немесе қазір сторис түсіреді, немесе қазір рилс жазады, бірақ бір аптадан кейін, мысалы, жоқ болып кетіп, қайтадан жарияланым жасайды. Олай дұрыс емес. Егер де сіздер өте үлкен Қазақстан ауқымы, немесе басқа да мемлекеттердің ауқымын қамтып, адамдарға белгілі болғыңыз келсе, Инстаграм желісі арқылы адамдар қызығушылық танытып, сізге бизнеске болсын, өнімге болсын, қызығып келсін десеңіздер, команданы құрғыларыңыз келсе, онда сізде тұрақты түрде жарияланымдар болу қажет. Күнде сторис болу керек. Күнде бір пост немесе бір рилс салып тұру қажет. Егер тренд бойынша салсаңыздар рилстарыңызды, онда тіптен жақсы. Өйткені адамдар қазір трендті музыкада қандай, мысалы, рилстары бар, қандай, мысалы,
отбасылық жағдайда болсын немесе жұмыс жағдайында болсын адамдарға қажетті қандай нәтижелер болсын, коллаген дейміз, қазір көбінесе адамдар коллагенді ішіп жатыр, коллаген өте қатты қызығушылық танытады, немесе үлкен адамдарға жаңағы аяқ қол қақсағанға өте өнімдер тоже бізде осындай қатты қажеттілікте. Сол өнімдер туралы өздеріңізді рилстарыңызды күнде жарияланып отырсаңыздар, онда сіздер өте үлкен ауқымды аудиторияны қамтамасыз етіп, сіздерге күнде жаңа адамдар жазуы мүмкін. Осымен менің сабағым бітті. Егер мен сіздерге пайдалы болсам, одан мен қуаныштымын. Бәріне сәттілік.